Мынау айтып ауыз жиғанша дейді ғой, мына ойын осы жаңағы көшпенділер өтті деді ғой, біз оны көргеніміз жоқ, бірақ не болып жатқанын бәрін естіп біліп көріп отырмыз. Міне ел құлағы елу, көптің көзі көреген деген осы. Міне қазақтардың өзі комментарий беріп отыр ойынға. Қазақтардың ішінде намысқа сөйлейтін жігіттер көп. Біздікі иттік болды, біздікі арамдық болды, біздікі ұят болды деп қазақтың жігіттерін өздері айта бастады. Мінекей бұл алды, бұл әлі үлкен дау-дамайға ұласады. Сол үшін мына қырғызды шақырып көкпар өткізіп жүрген сымақтар екі елді бүйтіп жауластыра бергенше, бүйтіп дауластыра бергенше көттеріңді қысып қоя салсаңдаршы, ең дұрысы. Көкпар сенің нетеңің деген екен баяғыда біреу. Шақырасыңдар ма көкпарға қырғызды, әділ өткізіңдер. Таза ойын болсын, сонда көресіңдер кімнің күшті екенін. Шақырып алып, иттік қылып, арамдық қылып, екі елді бұлай дауластыра берген, жауластыра берген бұл жақсы емес бұл.